Ахқаф сүресі. Рахман, әрі аса рахымды Алланың атымен бастаймын. Ха-мим. Бұл азиз, бәрінен үстем әрі ұлы, хаким, әрісімен әрі үкімінде көптеген хикметтер болатын, теңдессіз даналық иесі, Алладан бірте-бірте түсірілген кітап. Біз күллі аспан әлемі мен жерді, һәм екеуінің арасындағы жаратылыс атаулыны тек ақиқат, әділдік, хикмет және мінсіз жүйе негізінде, хақ мақсатта, һәм белгілі бір уақытқа дейін жараттық. Алайда көпірлікте табандағандар қасарысып, өздеріне алдын ала ескертілген ақирет ақиқатынан сырт айналуда. Ендеше сол мүшріктерге Алланы былай қалдырып, өздеріңше тәңір тұтып жалбарынған құдайларыңа қараңдаршы. Олар жердің қай бұрышын жаратыпты? Қане көрсетіңдерші, жоқ әлде, олар аспан әлемін жаратуда һәм меңгеруде Аллаға серіктес, ортақтас болып па? Егер Алладан басқада құдайлар бар деген сенімдерің хақ, сөздерің рас болса, онда осы Құраннан бұрын түскен сенімдерің мен сөздеріңді растайтын қандай да бір кітап, немесе өткен пайғамбарлардан қалған ілімнің сарқыншағын болса да әкеліңдерші де. Алланы былай қалдырып, дұға мінәжатына қияметке дейін жауап бермейтін жалған тәңірлерге жалбарынған адамнан асқан, адасқан бар ма? Керек десең, жалбарынған тәңірлері олардың дұға мінәжатынан мүлдем бейхабар. Адамдар қайта тіріліп, жауапқа тартылу үшін ғарасат майданына жиналғанда, дүниеде тәңір тұтқан құдайлары олардың өздеріне хас дұшпан болады. Һәм олардан ат-тонын ала қашып, олардың өздеріне табынғанын мүлдем жоққа шығарады. Біздің мән мағынасы анық аяттарымыз, алдына келген ақиқаттың бәрін жоққа шығарушы кәпірлерге оқылғанда, олар бұл нағыз сиқыр деген еді. Жоқ әлде олар сен жайлы, ол Құранды өз ойынан шығарған дейме? Ендеше оларға, егер мен оны өз ойымнан шығарған болсам, онда Алла көп замай-ақ сазайымды береді. Сонда сендер қанша жерден қаласаңдар да, маған төнген Алланың жазасынан мені арашалап қалада алмайсыңдар. Алла сендердің Құранға қатысты не айтып, не қойып жүргендеріңді бәрінен де жақсы біледі. Сендер мен менің арамда болған істерге куә ретінде бір өзі жеткілікті. Ол ғафур, құлдарының күнәлары қаншалықты ауыр болса да, тәубеге келген жағдайда өте кешірімді. Рахим, әсіресе мүмін құлдарына ерекше мейірімді деп айт. Уа Мұхаммед, сондай-ақ оларға мен ақиқатты жар салу үшін жіберілген алғашқы пайғамбар емеспін. Һәм өзімнен бұрынғы пайғамбарлар әкелмегенді әкеліп, сенім мәселесіне жаңалық енгізген демеспін. Мен келешекті де, өзімнің де, сендердің де бастарыңа не келіп не қоятынын да Алла өзі білдірмейінше білмеймін. Мен өзіме уахи етілгенді ғана басшылық қаламын. Сондай-ақ мен адамдарға ашық ескерту үшін келген анық ескертуші ғанамын деп айт. Һәм оларға, егер бұл Құран шынымен Алладан келіп, сендер оған сенбеген болсаңдар, сондай-ақ Исраил ұрпақтарынан да ақиқатқа көзі анық жеткен шынайы ғұламалар дәл сол сияқты бір кітаптың да Алладан келгеніне куә болып, Құранға иман келтіріп жатқанда, ілімнен жұрдай болған мына сендер тәкаппарланып оны мойындамай отырсыңдар. Онда өздерің айтыңдаршы, сендердің бұл қылықтарың ашық адасушылық, һәм барып тұрған зұлымдық емей немене деп айт. Күпірлікте табандаған қыңыр кәпірлер өздерінше күпірліктеріне сылтау айтқан болып, мүміндерді нұсқап, егер бұл Құран шынымен қайырлы һәм пайдалы нәрсе болғанда, онда мыналар оған иман келтіру һәм оны басшылыққа алу мәселесінде бізден асып түсе алмас еді деп көкейді. Өздері Құран арқылы тура жолға түсе алмаған соң, оны жамандап,
Бұл есте жоқ ескі заманның көнетоз ертегісі деп айтады. Құраннан бұрында Исраил ұрпақтарын тура жолға бастаушы жолбасшы һәм рахым ретінде Мұсаның кітабы бар болатын. Ал мына Құран болса, зұлымдық қылғандарды ескерту үшін және игілікке жаны құштар ізгі жандарға сүйінші ретінде таза араб тілінде түсірілген Мұсаның кітабын растаушы кітап. Раббымыз Алла деп иман айтқаннан кейін шынайы иманның талабына сай сенімі, ниеті һәм іс-әрекеттері түзу болып, тұп-тура жолмен жүргендер үшін ешқандай қорқыныш жоқ. Сондай-ақ олар әсте қайғы-мұңға душар болмайды. Міне солар жәннаттықтар. Олар дүниеде істеген игілікті істерінің қарымтасы ретінде онда мәңгі бақи мекендейді. Біз адам баласына, ата-анасына барынша жақсылық жасауды бұйырдық. Анасы оны қинала жүріп, бірнеше ай көтерді, һәм қиналып босанды. Оның ана құрсағында жатуымен емшектен шығуы ең кемінде 30 айға созылады. Сөйтіп адам баласы есейіп, тәндік һәм рухани жағынан кемеліне келіп, 40-тың қырқасына шыққанда, уа Раббым, маған һәм ата-анама нәсіп еткен қисапсыз нығметтеріңе лайықты түрде шүкірлік етуді және үнемі өзіңді разы ететін игілікті істер істеуді көңіліме ұялатқайсың. Сондай-ақ маған иманды, ата-анасын құрметтейтін ізгі ұрпақ нәсіп еткейсің. Расында мен тәубе етіп, бір өзіңе жан тәніммен бет бұрдым. Анығында мен өзіңе қалтқысыз мойын сұнғандардың бірімін деп айтады. Міне олар, сондай ізгі жандар. Біз олардың істеген игі істерін қабыл алып, қарымтасын ең игі істеріне қарай қайтарамыз. Һәм күнә қателіктерін толық кешеміз, сөйтіп оларды жәннаттықтардың қатарына қосамыз. Міне, бұл оларға бұрын соңды берілген хақ уәде. Сондай-ақ, адамдар арасында өзін имандылыққа шақырған ата-анасына, «Ту, екеуіңнен, үгіт насихаттарыңнан әбден ығыр болдым. Сонда сендер мені өлгеннен кейін қайта тірілтіліп, көріңнен шығарыласың деп қорқытасыңдар ма? Біле білсеңдер, менен бұрында қаншама нәсілдер өтті. Қане, солардың қайсысы қайта тіріліп көрінен шығып келді деп зекейтін жетесіз де бар. Сонда да байғұс ата-ана бауыр еті баласының тура жолға түсуін тілеп, пәруана болып Аллаға жалбарынумен болады. Һәм оған, өз обалыңа өзің қалма, иманға кел, шүбәсіз Алланың уағдасы хақ деп шырылдайды. Ол болса, бұл бұрынғылардың аңыз ертегісінен басқа түк демес деп көпірлікте табандайды. Міне солар, өздерінен бұрын өткен, дәл өздеріндей кәпір жындар мен адамдардан құралған қауымдарға қатысты шығарылған һәм жүзеге асырылған азап үкіміне әбден лайық болғандар. Олар мүлдем зиянға ұшырағандар. Әркімнің мейлі мүмін, мейлі кәпір болсын, дүниеде атқарған істеріне қарай өзіндік дәрежесі бар. Нәтижеде Алла олардың қарымын толық қайтарады. Һәм ешкімге зұлымдық, әділетсіздік жасалмайды. Көпірлікте табандағандар жаппай тозаққа жіберілетін күні өздеріңе берілген бар игілікті дүниедегі тіршіліктеріңде ішіп жеп түгел тауыстыңдар. Және қызығын әбден көрдіңдер. Ал енді бүгін жер бетінде орынсыз көкірек керіп тәкаппарланғандарың және аслық қылғандарың үшін қорлық азаппен жазаланасыңдар деп айтылады. Уа Мұхаммед, ат қауымының туысы Худ пайғамбарды есің ал. Ол өзінен бұрын һәм кейін келген ескертуші пайғамбарлар сынды Ахқафтағы қауымын бір Аллаға ғана құлшылық етіңдер. Расында мен сендерді алапат күннің азабына душар болама деп қорқамын деп ескерткен еді. Сонда қауымы оған, сен бізді құдайларымыздан бір жолата бездіру үшін келдің бе?
Егер айтқан сөзің рас болса, бізге сес көрсетіп уәде еткен әлгі азабыңды келтірші. Маңдайымызға жазылған сол болса, көріп алайық деп қарсы шықты. Худ оларға: бастарыңа келетін сол бір алапат азаптың уақытына қатысты нақты мәлімет бір Алланың ғана құзырында. Мен сендерге пайғамбар ретінде не нәрсемен, яғни қандай нұсқаумен жіберілген болсам, соны ғана жеткізем. Алайда мен сендерді наданның ісін істейтін қауым деп білемін деп жауап берді. Ақырында олар өздері тілеген азаптың көкжиекті қаптаған бұлт кейпінде өздері жайлаған алқапқа қарай бет алып келе жатқанын көргенде, бұл бізге жауын әкелетін бұлт десті. Сонда Худ: жоқ, ол өздерің тезірек келсе екен деп асыға күткен алапат азап, ол сондай сұрапыл дауыл ішінде жан төзгісіз азап бар. Ол Раббысының пәрменімен бәрін жермен жексен қылады деді. Нәтижеде олардың күлі көкке ұшып, тұқымы тұздай құрды. Сөйтіп кезінде дәурен кешкен жерлерінде жермен жексен болған жұрттарынан басқа көзге ілінер еш нәрсе қалмады. Біз күнәдан көз ашпаған күнәһар қауымды міне осылай жазалаймыз. Расында, оларға дүние байлық, күш қуат тұрғысынан сендерге бермеген мүмкіндіктерді нәсіп еткен едік. Сондай-ақ сендерге бергеніміздей, оларға да есту қабілетін, көру қабілетін, һәм жүректегі сан алуан сезімдер нәсіп еттік. Алайда олардың құлақтары да, көздері де, жүректері де өздеріне титтей де пайда бермеді. Өйткені олар біле тұра, Алланың аяттарына сенбейтін, ақырында өздері мазаққа айналдырған сол бір алапат азап өздеріне мықтап тұрып құрсау салды. Уа меккеліктер, біле білсеңдер, біз кезінде маңайларыңдағы талай елді мекеннің күлін көкке ұшырдық. Алайда олардың күлін көкке ұшырмай тұрып, бәлкім райынан қайтып хақ жолға түсер деп, өздеріне ақиқатты паш ететін, анық аяттарды әр алуан жолмен жан-жақта һәм жиі баяндап бақтық. Өздерін хақ тағалаға жақындатады деп, Алланы былай қалдырып тәңір тұтқан құдайлары оларға медет берсе болмас беді. Сенген құдайлары қол ұшын бермек түгіл, оларды тәрк етіп көзден ғайып болды. Міне бұл олардың ойдан шығарған өтіріктері мен Аллаға жапқан жалаларының нәтижесі. Уа Мұхаммед, есіңде болса, кезінде бір топ жынды Құран тыңдасын деп өзіңе бағыттаған едік. Олар Құранды тыңдайтын жерге келгенде бір-біріне тыныш, тыңдаңдар деп, Құранға құлақ асты. Құран оқылып болған соң, өз қауымдарына ескертуші ретінде кері қайтты. Қауымдарына барып: уа қауымымыз, біз шынында Мұсадан кейін түсірілген өзінен бұрынғы иләһи кітаптарды растаушы, ақиқатқа және тура жолға бастайтын кітапты тыңдап қайттық. Уа қауымымыз, Алла жаршысының осынау шақыруын қабыл алыңдар және оған иман келтіріңдер. Сол арқылы Алла тағала күнәларыңды кешсін, һәм сендерді жан төзгісіз азаптан сақтасын. Алла жаршысының шақыруына құлақ аспаған адам жер бетінде Алланы шарасыз күйге түсіре алмайтынын, яғни еш уақытта Алланың ерік қалауы мен үкіміне қарсы келеді, құрығынан құтылада алмайтынын біліп қойсын. Сондай-ақ оның одан басқа медеткер досы да, қорғаны да болмайды. Міне солар анық адасуда деп жар салды. Сонда кәпірлер аспан әлемі мен жерді жоқтан жаратқан, һәм оларды жаратқанда мүлдем шаршамаған Алланың өлілерді қайта тірілтуге толық құдіретті екенін көрмей ме? Иә, солай. Оның құдіреті барлық нәрсеге толық жетеді. Күпірлікте табандағандар жаппай тозаққа тосылатын, ұсынылатын күні оларға: қане, бұл тозақ ақиқат бекен, емес бекен делінеді. Олар: Раббымызға ант етейік, әлбетте хақ деп жауап береді.
сонда Алла оларға: ендеше өмір бойы күпірлік қылғандарың үшін жаһаннам азабының дәмін татыңдар деп айтады. Уа Мұхаммед, олай болса, осы жолда барынша сабырлық танытқан жігерлі пайғамбарлар сынды сен де сабырлық таныт. Кәпірлерге қатысты кесімді үкім тезірек шықса екен деп асықпа. Олар өздеріне уәде етілген азапты көрген күні дүниеде күндіз 1-ақ сағат тұрақтаған екенбіз деген ойға қалады. Біле білгенге бұл анық насихат. Ендеше тура жолдан тайған асы қауымның көзі жойылмағанда кімнің көзі жойылады дейсің?